Ата жау. Тарихи ақиқат. 1634 жылы Қалмақтың Шорос тайпасынан шыққан Қарақұла тайшы қайтыс болды. Қазақтар оны Қарақал дейтін. Оның үлкен ұлы Қота Қосын Қалмақтың басын біріктіріп, Ерден батыр Қондайшы деген атпен таққа отырды. Сөйтіп, Жоңғар хандығы деген атпен тұңғыш Қалмақ мемлекеті құрылды. Ол кезде қазақ ханы есім Шығай баласы болатын. Көшісі күшейгенін көріп, сақтығын күшейткен ол, аз әскермен баласы Жәңгірді Жетісу жақтағы шекараны бақылауға жұмсаған. Ханның ордасы Қазғұрт тауының батыс жақ етегінде еді. Көк шалғыны жайқалған, төңірек тамылжып тұрған кез болатын. Суыт хабар хан ордасына күн батпай жетті. Қалмақтар арқасының аңқайынан тиісіпті. Екі есе көп қол қазақтарды қатты шығындапты. Ханның ұлы Жәңгірді қапыда тұтқындап әкетіпті. Апырмай, ел жұртының бетіне қалай қараймын, деп күйінді Есім хан. Өз баласын қорғай алмаған хан бізді қалай қорғайды деп түңіледі-ау. Адам сасқанда ақылы қашады, сабыр сақтағанда ақыл қосылады. Сондықтан сабыр сақтауға тырысты. Аңдаған жау алмай қоймайды деген екен бұрынғылар. Қара ертістің бойында масқара болып жеңіліп, өзі азар қашып құтылған талай тайшы бұл жолы жеңіске жетіп, Жәңгірді өз қолымен байлап әкетіпті. Қондайшы сайлағаннан кейінгі батырдың қазаққа жасаған бұл бірінші шабуылы. Қолды өзім бастамай талайға басқартқаны қулық. Ертең қазақ дауласа қалса, мен білмей қалыппын. Демек, хан баласын тұтқын қылғанына масаттанып, қанасына сыймай қоразданып жүрген шығар. Әйтеуір, өлтіре қоймас. Бұл да баяғыда оның әкесімен өзіне өлім кеспеген. Дүние кезек деген осы бір кезде мешін жылы бұл жеңіп еді. Енді доңыз жылы ол жеңді. Бірақ ол өте осал жерін ұстады. Бала мұның да, халықтың да болашақ екенін ол әрине біліп отыр. Жауды аяған жаралы деген осы. Жауыңның жер бетінде жүргеннен гөрі жер астында жатқаны жақсы деген екен Шыңғысхан бабасы. Соны ескермей опық жеп отырғанын қарашы. Әттеген-ай, Қарасайдың да сол кезде жұмсара қалған-ай. Батырдың өзі де, әкесі Қарақал да қолда еді-ау. Осыдан дәл 15 жыл бұрын Қарашаның қара суығында Тобылдың бойында бұлар осы батыр Қондайшының әкесі Қарақалдың қолымен кескілескен ұрыс салған. Өңкей өрімдей батырды Есім өзі бастап барған. Ең үлкені Жиенбеттің өзі бет қаратпайтын бабындағы кезі. Алатау мен Көксерек екеуі де көктеріп бірінен бірі өтетін, мылтығы мүлт кетпейтін, Жақсығұл асып саспайтын, өлем-ау дегенді ойға да алмайтын, сар боқа мен аттың үстінде жерде отырғандай қимылдайтын Қомпай, қоржынның екі басынша бірінен бірі ұзамайтын алып, Ағынтай мен Қарауылы Қарасай бәрі әншейін ұр деген жағыңды әп-сәттақ жапырып тастайтын. Солардың ұрыс салғаны бақылап тұрып, кенет Алатаудан айырылып қала жаздаған қалмақтардың қақ ортасына жара шауып, екі жағын жайратып бара жатқан Алатауды артынан орап қалмақтар қаумалай қойыпты. Соны көрген замат кідірместен атын тебініп қалған қарагер жануар орғой жөнелді. Қасындағылар да лап қойды. Ұр, соқ, ұра, ұра деген халқының даусын естіген ерлері тұс-тұстан жалт бере ұмтылысты. Тың күш келіп қалды деп ойлаған қалмақтар там-тарақай қашты. Бие сауымдай уақыт өткенде жауды қуған батырлар жарқ-жұрқ ойқастап қасына оралды. Ат үстінде өзгеден озық көрінетін Көксерек Алатауға әзіл-әжу айта келді. Сонадайдан сорайып көрінесің. Осы сорайғанның көзін құртсақ, басқа қазақ бет-бетімен қашады деп қалмақтар әрине алдымен саған жабылады. Еңкие шап десем, естімейсің деп әзілдеді жеңістің буымен желпініп. Жаңа ғана өлім ішінен шыққан екі құрдасқа сүйсіне қарап тұрғанында, бір қора қалмақта қойшы айдап Қарасай келген жас батырдың жанары жай оғанда жарқылдайды. Сом теректей тұрқы көз сүйсінтеді.
алшаң басып алдына келді. Тақсырхан, деді иіле ізет жасап. Алдыңызда мына тізерлеп тұрған қарақал бүгін бізге қан майдан ашқан қалмақтың көсемі. Ал мынау қарақалдың қатыны, мынау оның ұлы. Аты ат емес екен, атың өшкірдің деп еді осы болашақ қонтайшыны нұсқап. Тақсырхан, одан былай қазақ жеріне көз алартқан қалмақтың бәрі тап өстіп алдыңызда тізе бүгіп тұратын болады. Бұларға қандай жаза бұйырасыз? Есім анық байқаған қарақалдың баласы Қарасайға сол сәт оқты көзімен ата қараған. Әй, мынаның көзін құртқан дұрыс шығар деп бір ойлады да, ол ойынан қолма-қол айнып, сен енді қазақтың Қарасай батыры болдың. Өз тұтқыныңның тағдырын өзің шеш. Кесем десең басын кес. Нарату табам десең тағы өзің біл деп еді. Әй қарақал деген сонан соң қалмақтың қолбасшысына жазғыра қарап, майданға қатын балаңды ала шыққаныңа қарағанда қазақтарды қалай қырғанымды көріңдер дегенсің шамасы. Қазақтар қатын баламды қалай қорғағанын көрермін ау деп неге ойламадың енді? Айтшы, қатын балаңның көзінше саған осы не жетпейді? Мал ма, жер ме? Не? Қай кемісіңді толтыру үшін тиісесің? Қайта-қайта қазаққа Шыңғыс ханның тұсында ойратпен біз бір ғана қаханға бағынған тату тәтті ел емес пе едік? Сонда беті күйген қарақал нараду табайық дегенді өз айтқан. Есім хан, татулықты шын тілесең қатын баламның көзінше табалама. Одан былай тату болайық десең оған да дайынмын. Жоқ, басыңды алам десең оған да дайынмын. Тек қатын баламды тұтқыныңнан босат деген. Бізде хан екі сөйлемейді деген. Бұл да айтқаннан қайтпай қатын балаңның тағдырын қазақтың Қарасай батыры шешеді. Сол мешін жылы нараду тапқан қарақал былтыр дүние салды. Дәулет би мен Құдайберді биді бас атып бір топ қазақты көңіл айтуға жіберді. Қарасай екеуі 15 жыл бұрын тұтқыннан аман жіберген оның Қота Қотсын атты баласы Далай ламадан Ерен батыр Қонтайшы деген атақ алып билікке биыл отырған. Соның құрметіне той жасап қазақтан Арғын Нұрғожа биді, Найман Тоқымтай биді, Шапрашты Дәулет биді шақырып, үшеуіне ат мінгізіп, тон кигізіп, сый-сияпатпен қайтырған. Сол тойда Нұрғожа би мен Талай тайшы сөз қағыстырып қалыпты. Батыр Қонтайшы енді қайта туған Шыңғыс хан болады деп талай мақтанған екен. Нұрғожа би сөздің есесін жібере қоймапты. Талай, сен талай нәрсені тәп-тәуір білетін едің, тап осы жолы адасып отырсың ау. Ол қалай? Шыңғыс хан болады. Шыңғыс ханның етегі бірде бір қалмақ қатынына тимеген. Қай дүрбіттің, қай далай тайшысы, Торғауыттың өрлігі, Хошауыттың байбағысы мен күнделені, Шоростың қарақалы, Қалханың алтын ханы осылардың қайсысы Шыңғыс ханның тікелей ұрпағымен дей алады? Бірде-бірі айта алмайды. Ал біздің Есім хан оның тікелей тұқымы. Сондықтан сен Шыңғыс хан мен Батыр Қонтайшыны бір-бірімен шатастырма деп салыпты. Оған шамданған Талай шарт етіп, оны әлі өмір көрсетеді. Күш кімде болса, сол Шыңғыс хан депті. Әлі соғысамыз дегені содан-ақ белгілі болған. Бірақ дәл биыл тиісе қояды деп кім ойлаған? Ғалапқа жеткен Талай сұм жәңгірдің өзін байлап әкетіп отыр. Тек тым күшті сезім оны ақылда тоқтата алмайды. Тек тежеуі мүмкін. Шыңғыс хан бабамыздың өмірі кек пен намыстан өрлеген өмір. Әкесі Есугей, шешесі Өлеңді меркіт жігітінен тартып алса, Шыңғыстың өз қатыны Бөртені меркіттер тартып әкетті. Соның аяғы сансыз соғысқа, қисапсыз қырғынға ұштасты. Әкесі Қарақалдың тегін баласы, батыр алса Жәңгірдің тегін әкесі бұл алмақ. Алмаса, ар-ұяттан айырылады. Алдына барып, Қонтайшының аяғына жығылмау үшін қандай амал бар? Ақыл жастан деген ғой аталарымыз. Қарасайдан қазақтың батырына сенбесе кімге сенеді?
сол ғой оны баяғыда тұтқыннан босатып жіберген. Есім хан есік алдындағы жасауылды шақырып алды да жедел тапсырма берді. Қарасай батырды шақырт деді де тез жетсін деп бұйрық берді.